Сәлем достар. Үйде нешінші баласың? Сіздермен бірге пайдалы психология арнасы. Дәл осыған байланысты теорияны ең алғаш рет ұсынған бұл Альфред Адлер болады. Альфред Адлер бұл Зигмунд Фрейдтің әрі әріптесі, әрі замандасы 20 ғасырдың 20 жылдарында осы аталған теорияны ұсынған болатын. Оның айтуына қарағанда, баланың үйде туылуының рет саны бұл оның жеке ерекшеліктерінің, жеке басының қасиеттерін анықтайтын шешуші мәнге ие. Үйдегі тұңғыш бала, яғни үйдің үлкені, бірінші бала, Адлердің айтуы бойынша, бұндай балалар көшбасшылыққа бейім, консервативті, билікке ұмтылады. Өзінен кейінгі балаларға қамқор, оларды қорғауға кішкентай кезінен үйренгендіктен, бұл балалар өздері де біреуді қорғауға, қамқор болуға бейім болып тұрады. Осындай балалар әке болуға, ана болуға бейім және өте мейірімді келеді. Бұндай балалар бастаманы да жиі өз қолдарына алады. Келесі екінші балалар, яғни ортаншы балалар. Бұл балалар үшін алдындағы әпкесі немесе ағасы үлгі ретінде. Бұл солардың рекордын жаңалап отырады көп жағдайда. Солардың істегенін қайталау арқылы бұл балада даму тезірек жүреді. Даму қарқыны жоғары деңгейде болады. Және бұл балалар өршіл, бірақ өзімшіл емес. Алдына өте биік мақсаттар қоя алады және оларға жету жолында кейде сәтсіздіктерге де ұшырап жатады. Бірақ сәтсіздіктерден бұл балалар құламайды, керісінше шыңдала түседі және өз бетінше дербестікке ұмтылады. Ендігі кезекте үйдің кенжелері, яғни үйдің кіші балалары, бұлар ілтипатпен жан-жақтан, бұларға деген махаббат, назар, соның барлығына бұларға жеткілікті болып соған шомылып өскендіктен, бұл балаларда кішкене еркіндік жетіспейді және тәуелсіздікке көбірек ұмтылады. Сондай-ақ бұл балаларда өзін төмен санау комплексі де болуы мүмкін. Сондай-ақ бұл балалардың бойында алдындағы балалардан қайтсем озып түсемін деген ынтасы өте жоғары деңгейде болады. Және атаулы бір салада, бір белгілі бір салада, музыка немесе спорт жақсы жетістіктерге жете алады. Алайда соған қарамастан бұл балалардың бойында жауапкершілік сезімі төмендеу болады, аздап жауапсыздау және немқұрайлылау болуы мүмкін. Бірақ адамдармен өте жақсы, тез тіл табыса алады. Келесі бұл жалғыз бала. Бұндай балалар әкесімен іштей сайысқа түседі. Анасының тарапынан үлкен бақылауда болады көп уақыт бойы. Ол үнемі өзінің басында басқалардан ілтипат күтіп, бақылау көріп өскендіктен бұндай балалар өзінің айналасындағы адамдардың бәрінен сондай ілтипат, жылы шырай күтеді және соған тәуелді болады. Ал достар, Адлердің теориясымен танысып шықтық. Сіздердің көңілдеріңізден шықты ма? Және қаншалықты сіздің ойыңызша айтылған нәрселер бұл сәйкестік табады сіздің өміріңізден, немесе сіздің таныс адамдарыңыздан деген сияқты. Өз пікірлеріңізбен комментарий бөлімінде бөлісе отырыңыздар және лайк басып, егерде біздің каналымызға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қолдау білдіре отырыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын.